Қыздар, қалайсыздар? Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Үйге бүгін жұмыстан сағат 7-де келдім. Ауыз ашатын уақыт 7:47 дейді. Енді не істеймін? 47 минутта не үлгеремін дедім да, холодильникті ашып қалсам, холодильникте қияр бір жақта, піскен жұмыртқа бір жақта, майонез, сыр жан жақта шашылып жатыр да. Сосын айттым, болмайды, холодильникті жинау керек дедім да, үшеуін алып алдым да, пачақтарын шығарып, 4 жаққа кесіп, кубик қылып, тарелкаға бәрі лақтырғансың ғой. Уақыт жоқ, балдар, уақыт жоқ дедім да, бәрін салдым да, майонезбен заправить етіп, мынау іске салат болды ғой. Дәмді, тез, ауыз ашарға өте пайдалы. Сосын қазіргі кезде, тем более көктемде осындай көкөністерден жасалған белоктар жеу керек. Асқазанымызға да жақсы, өзіміздің иммунитетімізге де жақсы. Содан қыздар, айтпақшы, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте көп видео рецепттер бар. Ифтарға, сухарьға неше түрлі рецепттер бар. Пісіріп жасап көріңізге болады. Бұны мынандай тез масалатты да сақтап алыңыздар өзіңізге, тез жасап столға қоюға асығып тұрған жағдайда керемет идея сіздерге. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.